Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге мен Сандуғаш. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте тез дайындалатын, жасалу жолы оңай және жұмсақ, дәмі керемет, сөзсіз керемет болып шығатын вупи-пай пирожныйның жасалу жолын ұсынамын, және құрамы мен мөлшерін описание бөліміне жазып қалдырамын. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен жұмыртқамызды ыдысымызға салып, үстіне шекерімізді салып, екеуін жақсылап араластырып, ағарғанша көпіргенше миксерлейміз. Видеода көрініп тұрғандай аппақ болып шыққан кезде үстіне еріген сары майымызды қосып, екеуін бірге жақсылап араластырып аламыз. Енді бөлек ыдысымызға ұнымызды, разрыхлителімізді, какаомызды салып, араластырып аламыз. Ұнымызды ситадан өткізу арқылы жұмыртқалы массамызға салып, жақсылап миксер арқылы араластырамыз. Корждарымызды пісіріп алдық. Енді кремін жасауға кірісейік. Творожный сырға шекерімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Оның үстінен өте салқын сливкимізді, кілегейімізді құйып, қою крем жасаймыз. Оны кондитерлік мешокқа салып, осылай видеода көрініп тұрғандай етіп, пирожныйымызды жасаймыз. Міне достар, өте дәмді, барлығына қонақтарыңызға да, үйлеріңізге де ұнайтын дәмді пирожныйлар дайын. Барлығыңызға жасап көруге кеңес беремін, өйткені сөзсіз бағаланады еңбегіңіз. Назарларыңызға көп рахмет. Видеоларым сіздерге ұнаса, немесе пайдалы болса, лайк басып, комментария жазып қойыңыздар. Және менің каналымда жаңа керемет рецептерді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.